Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Көріп тұрғандарыңыз қолдың сары майы. Бөлмей сіздерге осы сары майдың тағамдық құндылығы, ерекшелігі, артықшылығы туралы сәл де болса бір ақпарат беруге тырысамын. Мүмкін араларыңызда білмейтіндер бар шығар. Сол адамдарға, білмейтіндерге пайда ретінде түсіріп жатырмын. Әсіресе бұны апа қарындастарымыз, әжелеріміз, аналарымыз жақсы біледі деген ойдамын. Енді қолдың сары майына келетін болсақ, міне көріп тұрсаңыздар, ерекшелік бар. Біреуі сап сары, біреуі ақшылдау сары. Осы екі түске бөленеді. Бұл бөленудің себебі мына ең бірінші ақшыл сары майға келетін болсақ, бұл неге ақшыл сары болады? Бұл дәл қазіргі осы 2026-ның ақпан айының анамның шайқаған майы. Бұл қорада тұрған сиырдың майы. Ең біріншіден осы қорада жем-шөп жеген малдың майы осы ақшыл сары болып келеді. Және де күзгі тамыз айынан бастап май ақшыл сары болады күзге қарай. Бұл дәміне келетін болсақ, дәмі ондай сары майға қарағанда басқашалау дәмі, ондай қатты анық емес. Түсі де көріп тұрсаңыздар, ондай несі де жоқ, күші де жоқ, қатты ауыр емес, жеңіл болып келеді ақшыл сары майлар. Ал мына сары майға келетін болсақ, бұл енді көбісіңіз білетін шығарсыздар. Біздің осы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданында бұны майский май деп атайды. Майский май. Бұл майский май себебі неге сары болады? Мал сыртқа шығып, аузы көкке тигеннен кейін сәуір айының аяғы, мамыр айының толықтай осындай сары түске боялады сары май. Тағамдық құндылығы өте жоғары, дәмі ерекше, басқаша, витаминдерге толы. Әсіресе салқынға, сүтке қайнатып салсаңыз, бұның емдік қасиеті енді көп айта берсек. Және де осы бір ай, мамыр айына байланысты осына майский май деп атайды. Себебі неге? Сол кезде шөп деген жап-жасыл шөп, сонымен қоректенеді, өзіне керек өсімдіктерді теріп жей алады. Сол себепті сап-сары болып түске боялады. Және де бұл қымбаттырақ болады. Майский май өте бағаланады. Әсіресе ата-әжелеріміз бұны жақсы бағалайды. Жастарды білмеймін енді. Әрине бұл еңбекпен келеді. Бұл былтырғы майский май. Біздер өзімізге тек қана осы ғана қалды. Майский май бітеді. Жақында Алла қаласа, алдағы уақытта сиырлар көкке тигеннен кейін аузы қайтадан анам жинайды. Қазіргі бағасы 7.000 деп жатыр. Менің жеке пікірім, бұл майский май қымбаттырақ болу керек. Адамның маңдай тері бар, және де бағалы, тағамдық құндылығы жоғары болғандықтан бұл бағалануы керек. Кейбір адамдар айтады, ауылдағы қымбат, ауылдың майлары, мен одан да супермаркеттен, тағы бір нәрселерден арзан деп алады да, сосын дәмі басқаша, дәмі ондай емес екен деп айтып жатады. Себебі әрине дәмі қорада тұрған малдар, олар таңдап жей алмағаннан кейін сиырлар шөбін далалық жерде. Сондықтан олардың дәмі басқаша, ал далалықта жүрген малдардың өзі теріп жеген сиырдың майы осындай болады. Мысалға келтірсем, біздің жақ осы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы түйенің жері емес. Ал сіз біздерге келіп түйе ұстасаңыз, түйенің шұбады, Шалқар, Маңғыстау, Қызылорданың
түйесінің шұбатындай болмайды. Себебі түйе ол шөлейтті жерлерде өсетін өсімдіктермен, тікенек шөптермен қоректенетін болғандықтан оның шұбаты өте бір тағамдық құндылығы жоғары болады. Сол себепті біздің де осы өңір, осы Мұғалжар ауданы, біздің ауыл сиырдың жері болғандықтан осындай құндылығы жоғары майлар болады. Сондықтан да бұл қымбат болатын себебі осында. Ал мынау енді міне алдында бір көрермендер, көріп отырған көрермендер осы сары майды айтып жатыр. Енді жала жауып жатыр, енді көрмей ештеңе етпей айтып, мына ақ май белгісіз май қосылған бір нәрсе деп. Жоқ, Алла сақтасын, менің анам барлығын таза істейді. Ешқандай қосылмаған. Бұл қысқы майдың өзінің түсі осындай болады. Ақшыл сары, ақшылдау болып келеді. Осылай. Енді қолыма мән бермеңіздер. Мынау жуылған таза қол, бірақ шаруаның қолы осындай басқашалау болып келеді. Оған назар аудармаңыздар. Біреулер айтуы мүмкін, қолыңды жумайсың ба деп. Бұл қол, жуылған қол, бірақ қандай күндегі жалаң қолмен істегеннен кейін шаруаның қолы осылай болып келеді. Мынаны анам сатуға дайындап қойған. Өзінің тұтынушылары бар, адамдары бар. Енді анам дүкенге тапсырмайды бұны. Өзінің көрші-көлем, тума-туыс, ағайын-туыс бауырларға сатады. Мүмкін біреулер ойлауы мүмкін шығар, енді ер адам басымен осындай майды түсіріп жатыр деп. Жоқ, олай ойламаңыздар. Себебі менің мамандығым, бітірген мамандығым тікелей осы мал шаруашылығы өнімдерінің, ауыл шаруашылығы өнімдерінің соған қатысы бар. Ауыл шаруашылығы өнімдерін ветеринарлық санитарлық сараптау пәні деген бар. Өте сондай бір жақсы мамандық. Сол мамандықты бітірдім. Ветеринарлық санитарлық сараптау, ветсанэкспертиза деп атайды. Осындай құрылғылармен, әртүрлі тәсілдермен май болсын, ол ет болсын, сараптаймыз. Қазір енді ондай мамандық бойынша жұмыс жасамаймын, бірақ алыс емес жүрмін. Бұның жаңағындай консистенциясын тексереді, иісі, дәмі деген сияқты арнайы құрылғылармен қарау, осмотр дейді жалпы. Жаңағындай көзбен, иіс сезу мүшелерімен тексеріп көру деген тәсілдері бар. Енді оны барлығы біледі ғой. Сол мақсатта айтарым, енді андай қазір комментарийға жазатындар бар ғой. Соларға айтарым, менің жалпы бұл мамандығыма қатысы бар. Сондықтан да айтып жатырмын. Егер арнама бір сәлде болса пайда берсе, міндетті түрде арнама тіркеліңіздер, қолдаңыздар, комментарийға өздеріңіз ойларыңыз жазыңыздар. Майдың бағасы қанша сіздерде Қазақстан бойынша? Осындай енді қолдың майы, сары майы. Дүкендегі емес, қолдың сары майы. Сіздермен бірге тағы да ауыл әлемі арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.